Қайырлы күн, құрметті көрерменім. Бүгін біз сіздермен атақты оливье салатын майонезсіз жасаймыз. Майонезсіз де өте дәмді әрі денсаулыққа пайдалы. Қалай болып шығатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Салаттың құрамына қажетті қоспалардың барлығы классикалық рецепттегідей. Тек айырмашылығы біз майонездің орнына қаймақ және 2 тісше чеснок, яғни сарымсақ қолданамыз. Үккішпен немесе пышақпен сарымсақты майдалап турап алып, қаймақтың үстіне қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз да бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін етімізді, жұмыртқамызды және де басқа да көкөністерімізді 4 бұрыштап турап шығамыз. Айта кетерлігі, осы кезде жұмыртқаның сарысын 2-3 данасын алып қалған дұрыс. Оны ең соңында бетін әрлеу үшін қолданатын боламыз. Егер байқасаңыз, мен бұл салатқа тұздалған қияр қосып жатқан жоқпын. Себебі қаймаққа қосылған чеснок пен қиярдың дәмі бірігіп, салаттың дәмін өзгертіп жіберуі мүмкін. Барлық қоспаларды турап салғаннан кейін, жаңағы қаймағымызды салып, салатымызды толығымен араластырып шығамыз. Татымына қарай тұз себуді де ұмытпаңыз. Менде қаймағым кішкене аз болып, салат құрғақтау болып қалды. Сол үшін 2-3 қасық тағы да қаймақ қосып, араластырып жібердім. Осыдан кейін салаттың дәмі кіріп, өте жақсы дәмді болып шықты. Ең соңында жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын бетіне қолымызбен езіп сеуіп шығамыз. Мінекей салатымыз да дайын болды. Ал дәмін көрсеңіз, өте дәмді әрі ерекше болып шықты. Егер сіз майонезді ұнатпайтын болсаңыз, осы нұсқамен оливье салатын жасап көріңіз. Өте керемет болады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Және де достарыңызға да бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.